Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Шарападинова Ақерке Тарғынқызы. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Манашы жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Бүгін біз эко-жүйені қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және заңсыз қоқыс полигондарын жою мәселелерін талқылайтын боламыз. Менің жобамның мақсаты өндірісте экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, энергия мен су ресурстарын үнемдеу және болашақ ұрпаққа таза, қауіпсіз орта қалдыру. Ең бірінші, экология дегеніміз не? Осы сұрақтың жауабын алсақ. Экология – бұл бізді қоршаған орта. Бұл қоршаған ортасыз бізге ешқандай да өмір жоқ. Бірақ осыны біле тұра, табиғатқа зиянын келтіріп жатқан адамдар қаншама. Дәлел ретінде өз ауданымда берекелі Бейнеуімнің Сәтбаев, Шолтаман, Рысқұлов көшелерінің бойын алып жатқан рұқсат етілмеген қоқыс полигонын көрсеткім келеді. Сәлем достар, мен бүгін тағы да осы Рысқұлов пен Сәтбаев көшелерінің бойында орналасқан рұқсат етілмеген полигонға келдім. Былтыр дәл осы уақытта, дәл осы орында болған болатын. Ол кезде қоқыстың саны әлде қайда аз еді, бірақ қазір дәл қазіргі жағдайы өте өкінішті болып тұр. Қоқыс 2 есе көбейген. Жай ғана сөз жоқ. Полигонның жағдайы сөзбен айтпасақ та көрініп тұр. Байқасаңыздар, айналасында қаншама тұрғын үйлер, қаншама тұрғын. Ал бұл қоқыс полигонынан шыққан иіс, ауа, бұның бәрі сол тұрғындарға өзінің кері әсерін тигізеді. Мұндай полигондарға қоқыстарды ретсіз тастау нәтижесінде топырақ, су және ауа ластануы орын алады. Сонымен қатар қауіпті және де улы заттар еріп, жерасты суларына араласып, адам денсаулығына зиян келтіреді. Рұқсат етілмеген полигонның пайда болуы негізінен қалдықтарды заңсыз тастау мен бақылау жүйесінің жетіспеушілігінен туындайды, яғни заңнамалық бақылаудың болмауынан. Сонымен қатар, мұндай аймақтарда қоқыстарды тастау экожүйенің тепе-теңдігін бұзып, өсімдіктер мен жануарларға да өзінің зиянын тигізеді. Улы заттардың таралуы жұқпалы аурулардың пайда болуына және адам денсаулығына кері әсерін тигізеді.